Ене мен келін. 4-ші бөлім. Каналыма тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Сәлемдесіп болған соң құрбысы екеуі мәшиненің артқы жағына барып жайғасты. Қаланың қақ ортасында жақсы бір кафеге келді. Ішке кіріп жайғасты. Құрбысы ортада таныстырып жатыр. Дастан деген ұзын бойлы, ақ құба келген, сымбатты жігіт екен. Қасындағы Дастанның жолдасы Ғабит. Дастан бір қарағанда көз тоярлықтай жігіт. Бірақ бәрібір Асқарға жетпейтін сияқты. Әңгімелесіп отырып Дастанға көзі түсіп кетіп еді, Зереге қарап отыр екен. Сынап отырғандай қарап отырды. Қайтқанша көз алмай отырғанын сезді. Үйлеріне тарап хабарласатын болып қалды. Құрбысы Зеренің үйіне қалды. Екеуі үйге кіре сала әңгімесін айтып жатыр. Құрбысы: қалай екен, ұнады ма? Бір қарағанда жақсы сияқты. Жақсы болғанда қандай? Бұдан артығын таппайсың. Бұл үйленетін жігіт, сондықтан асығыс. Ертерек жауабыңды айту керек. Сені ұнатып отырғаны анық, барғаннан қайтқанға дейін саған қарап отырды. Зере ойланып отыр, не істесем болады? Ерте емес па дейді. Бір жағынан Асқардың бұны тастап кеткені есіне түссе ашуланып кетеді. Неде болса көремін, егер үйленемін десе кете беремін. Мені қалып кетті деп ойламасын. Одан да жақсы бай жігітке шығыпты деп ойласын деп асығыс шешім қабылдап отыр. Ертесіне Дастан хабарласты. Кешке келетінін, айтатын сөзі барын айтты. Айтқан уақытында Дастан келді. Екеуі саябаққа барып, оңашада әңгімелесіп отыр. Үйленетінін, ұнатып қалғанын айтып отыр. Ұзақ уақыт жүрмей үйленгісі бар. Енді Зеренің жауабын білмекші болып келген екен. Асқарға ерегісіп жарайды деген жауабын сол жерде беріп жіберді. Өзі де қалай тез болып кеткенін білмей қалды. Араға 3 күн салып Зере тұрмысқа шығып кетті. Алып қашып барды, тек өзінің келісімімен. Барған жері бақуатты отбасы екен. Атасы жақсы кісі, бірақ анасы түрі сұстылау келген өзге ұлттан екен. Бара салып отырса да, тұрса да әр қимылына сын айтып отыратын болды. Өзінің осы уақытқа дейін белгілеп қойған ережесін ұстанғысы келді. Дастанда анасын тыңдайтын ол екен. Анасы не айтса, екі етпей орындайды. Үйінде сол енесі би. Бара сала оқуын сырт бөлімге ауыстырып, жұмысқа тұрғызып жіберді. Күндіз сырттағы жұмыс, келген соң үйдегі жұмыс. Қанша тірлігін істеп жатса да, мін таппай қоймайды. Жалғасы бар.